Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Аяулым Марыс қызы. Бүгін осындай подсвечникті қара түске бояуды сіздерге үйрететін боламын. Қара түске бояудың екі түрі бар. Бүгін сіздермен бірге бір түрін жасайтын боламыз. Ең алдымен қыздар, бізге осындай форма қажет болады. Одан кейін таразы, гипс, су және одноразовый стакан қажет болады. Және осындай стаканның беткі бөлігі қажет болады. Ең алдымен стаканымызды қойып алып, біз гипсімізді өлшейтін боламыз. Біз 170 грамм гипс алған болатынбыз. Және оның 50 граммын су алатын боламыз. Бұл бізде 85 грамм болатын. Енді осыны жақсылап араластырып, формамызға құятын боламыз. Біздерде гипс G16. Мұқият бір қалыпты болғанша араластырамыз. Және формамызға бөліп жан-жағын соғып құятын боламыз. Бұл форма қыздар біздерде қисық келеді, сондықтан осы одноразовый стаканның бөлігін қиып алған болатынмын. Соны тақып қойсаңыздар, сіздерде формаларыңыз түзеу болады. Гипсіміз 40 минут қатқаннан кейін қыздар жайлап формамыздан осылай шығаратын боламыз. Сіздерге басты мақсат мен қара түске бояу еді. Сіздерге қалай құйылуын және форманы қалай түзеу керектігін көрсетіп жіберіп жатырмын қыздар. Одан кейін қыздар 3 күн біз осы форманы кептіретін боламыз. G16 3 күн кебеді. Формамыз 3 күн кепкеннен кейін қыздар, біздер акцентін қара грунтымен бояйтын боламыз. Және сыртынан лак жағатын боламыз. Менде глянцевый лак, сіздер матовый алсаңыздар да болады, өз қалауларыңызға байланысты. Формамызды осындай синтетический кистімен және поролоновый губкамен бояйтын боламыз. Мен қыздар формама байланысты осындай кішкентай түрін қолдандым. Және грунтымызды құю үшін осындай пластмас ыдыс алатын боламыз. Грунтыңыз қою болса, кішкене сумен араластырсаңыз болады. Мен сумен араластырған жоқпын, себебі маған осылай ұнады. Қыздар, мен видеода көрсетіп жатқандай осылай бояйтын боласыздар. Ішкі жағын синтетический кистімен бояғандарыңыз жақсы, ал сыртқы бөлігін осылай губкамен бояйсыздар. Мен негізі форма алғанда қыздар қателесіппін, өйткені сыртқы жағын бояу сіздерге сәл қиындық туғызуы мүмкін. Ал сіздердің формаларыңыз тегіс болатын болса, сыртқы бөлігі сіздерге бояу оңайырақ болады. Осындай қара түске бояудың екінші түрі бізде ол сухой пигмент. Осындай гипске арналған сухой пигмент сатылады. Бір рет бояғаннан кейін осылай 30 минуттай кептіріп аласыздар. Және екінші рет дәл солай қайталайтын боламыз. Формамыз кепкен кезде матовый эффект беретін болады. Екінші слойдан кейін қыздар тағы да 30 минуттай кептіретін боламыз. Бана айтқанымдай қыздар, лакты өздеріңіз таңдай аласыздар. Міндетті түрде акценттің лагы болуы міндетті емес, сіздер матовый түрінде қолдансаңыздар болады. Менде қолда бар лакты қолданған болатынмын. Бұл бізде акценттің глянцевый лагы. Оны кішкене суға араластыратын боламыз, себебі бұл бізде қоюлау лак. Лакты қыздар не үшін қолданып жатыр? Бізде бұл подсвечник болғандықтан, свечеміз еріген кезде бұл формаға сініп кетпеу үшін лак оны қорғап тұратын болады. Сіздер 3 немесе 5 слой жақсаңыздар, сіздің свечеңіз формаға өтпейтін болады. Енді қыздар, бұл жерде жаңа поролоновый губка алатын боламыз. Осылай поролоновый губкамен жайлап лагымызды жағатын боламыз. Бұл жерде қыздар менің басты қателігім, бұл форманы бір күнге қалдыруым керек еді.
Ал мен бояғаннан кейін 30 минуттан кейін лак жағып бастаған болатынмын. Сондықтан поролоныма қара краскам жұғып қалды, қыздар. Сондықтан мен бір рет қана лак жақтым, одан кейін ертеңгі күнге дейін кішкене кеуіп алсын деп қалдырып қойған болатынмын. Сіздер бір күнге қалдырып қойыңыздар, екінші күні лак жақсаңыздар болады. Бір слой лагымыздан кейін формамыз осылай жылтырап жатыр. Бүгін тағы да қыздар лак жағатын боламыз. Бұл бізде бір күн кепкен формамыз. Лагыңызды бірінші күні көп құйып қойсаңыз, қыздар, бетін мықтап жауып қойсаңыз, ол бүлінбейді. Ал беті ашық болатын болса, онда оны жуып тастағандарыңыз жақсы. Екінші күні осылай мен жаңадан лакпен суды араластырып алған болатынмын. Форманы бояудың, қыздар, ондай көп құпиясы жоқ. Тек осындай синтетический кистіні міндетті түрде тауып алып, сонымен бояғандарыңыз жақсы. Сонда сіздердің формаларыңызда әдемі жағылатын болады лак, және бір бағытта жаққандарыңыз жақсы лакты. Қыздар, біздерде бұл екінші слой лагымыз. Осыдан кейін біз үшінші слой лак жағатын боламыз. Оны жақпас бұрын формамызды 30-40 минут кебуге қойып қоятын боламыз. Келесі слойды дәл осының үстінен бірден жағуға болмайды. Міне, қыздар, екінші слой осылай 40 минут кепті. Енді үшінші соңғы слойымызды бояйтын боламыз. Лагымызды кішкене араластырып алып бояйтын боламыз. Одан кейін тағы 30-40 минутқа кебуге қоятын боламыз. Форманың төменгі бөлігін екі слой лакпен жаққан болатынмын. Бір слойды бұрын жағып қойдым. Қазір мен екінші слой жағып жатырмын. Осыны кептіріп, одан кейін біз ішіне свечи құятын боламыз. Міне, қыздар, байқап тұрғандарыңыздай формамыз глянцевый эффектпен әдемі болып шықты. Енді осы формамызға свечи құямыз. Бұл ыдысымызға, қыздар, осындай екеулік фитильді алған болатынбыз, деревянный. Свечиді қалай құю жайлы менде свечи деген плейлистім бар, соған өтіп, сонан үйреніп алсаңыздар болады. Бұл жерде сіздерге анық көрсетпей-ақ қояйын. Мендегі запах бұл банан кокос деген ароматты алған болатынмын. Осылай свечиді құятын боламыз. Ішіне ешқандай қиындығы жоқ. Қажетті заттардың барлығы сол свечи мастер-классымның астында бар. Сол жерден көре аласыздар. Видео ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жазып мені қолдай кетіңіз. Қыздар, сосын свечиді дайын болғаннан кейін бірден жағуға болмайды. 2-3 күн бізде свечиміз тұру керек. Бірақ сіздерге көрсету үшін мен кішкене жаққан болатынмын. Сіздер менен қайталамаңыздар. Келесі видеомда көріскенше қош сау болыңыздар.